Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәметкен. Бүгін смородиновый пирог дайындайтын боламыз. Дәмі суфле тәрізді және өте нәзік болып шығады. Сізге ұнайды деп сенімдімін. Келесі видеода тауық етінен котлет рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да видео рецепттерді жіберіп алмас үшін және менің YouTube каналымды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып кетіңіз. Қамырын дайындау үшін ұнға қопсытқыш салып, араластырып, қант, жұмыртқа қосып, тағы да ас қасықпен араластырамыз. Біздің қолданатын сары майымыз міндетті түрде жұмсақ және бөлме температурасында болуы керек. Содан соң қамырымызды илеп, салафанға салып, 15-20 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Мен прямоугольный форманы қолдандым. Егер де сізде ондай болмаса, 26 см дөңгелек формада пісіруіңізге болады. Қаймаққа қант, смородина және кукурузный крахмал, жұмыртқамызды салып, погружной блендердің арқасында бір келкі масы болғанша дейін ұнтақтатып аламыз. Содан соң формамызды алып, бетіне дайын болған салмамызды құямыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутқа қоямыз. Мінекей біздің жұмсақ суфле тәрізді өте тәтті смородиновый пирогымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша пісіріп көріңіз. Сізге ұнайды деп сенімдімін. Сахарный пудра қолданатын болсаңыз, одан да тәтті болып шығады. Видео рецепті соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен бірге болған дәметкен.